Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін осындай қуырылған пельмен жасаймыз. Ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Қайнап тұрған суымыздың үстіне, бір стакан суымыздың үстіне бір шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып ертіп аламыз да, 2 ас қасық сұйық майымызды құямыз, оның үстіне жаңа қайнап тұрған суымызды құямыз. Сөйтіп жақсылап қасықпен араластырамыз, себебі қолымызбен араластырсақ, қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан осылай басында қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Біраз суығанша, содан кейін жақсылап қолымызбен осылай қайтарып илейміз. Иін қандырып, жақсылап илейміз. Міне осындай қамыр пайда болды. Өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Бетін жауып, енді тұндырып қойып қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Мына жерде менде кішірек 4 картоп, соны суға салып осылай қайнатып алдым. Тұзын, дәміне қарай бұрышын салсаңыздар болады. Мына жерде мен сары май және сүт қостым. Тұз салғаным көрінбей қалыпты. Енді оны осылай езіп аламыз. Енді дайын болған қамырымызды, тұнған қамырымызды жақсылап бір келкі етіп оқтаумен жаямыз. Міне менде осындай қамыр пайда болды. Мінекей жайып дайындап алдым. Оны осылай кесіп аламыз 4 бұрыштап. Қатты жұқа болмау керек. Еттің қамырындай болса жеткілікті. Осылай видеодағыдай түйеміз. Жақсылап екі шетін жан-жағын басып, майға түскенде ашылып кетпейтіндей болса болды. Осылай түйіп дайындап алған пельмендерімізді мінекей бізде дайын, барлығын түйіп болдым. Енді майымызды қыздырып, қызғанын күтеміз. Мінекей қызған майымызға біртіндеп салып, осылай қуырып аламыз. Қатты күйіп кетпеу керек. Осындай сары түсте болған кезінде ала берсеңіздер болады. Өте қытырлақ, өте дәмді болып шығады. Тез піседі, қасында тұрып пісіруге кеңес беремін. Себебі кішкене қойып қойсаңыздар тез қарайып кетеді. Сондықтан біраз сарғайған кезде ала берсеңіздер болады. Тез дайын болады. Қызып тұрған майға осылай тез-тез қуырып аласыздар. Әсіресе балалар өте қатты сүйсініп жейді. Ыстықтай, қытырлап, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де осылай балаларыңызға жасап беруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Мінекей бізде дайын болды. Өте дәмді. Той жиындарға, тіпті ауызашарға осылай дайындап қойсаңыздар болады. Самсаның қасына өте дәмді болып шығады. Тез дайындалады. Үйдегі бар заттардан дайындалады. Өте дәмді. Сіздер де үй жағдайында балаларыңызға, жақындарыңызға дайындап беріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.